Қазақстандық бизнеске тиімді әкімшілік басқару қажет. Парламент мәжілісінің әлеуметтік мәдени даму комитеті депутаттары осындай қорытынды жасады. Бірқатар аймақ бизнесмендері және ұлттық кәсіпкерлер палатасымен онлайн түрде өткізілген жиын барысында отандық бизнестің дамуына тосқауыл болып отырған мәселелер қызу талқыға түсті. Бизнесмендер әсіресе жылу бағасының шарықтап кеткеніне наразы. Олардың пікірінше жылумен қамтушы мекемелер осы саладағы заңды өздеріне тиімді етіп пайдалануда. Алматылық кәсіпкерлер болса, базарлардың өртенуіне байланысты ешқандай өтемақы алмағанын айтты. Сонымен қатар мемлекеттік сатып алулар кезіндегі былықтар, несиелердің қол жетімсіздігі және жердің тәркіленуі де сөз болды. Взаимоотношения с предприятиями-монополистами. Кәсіпкерлердің монополистермен қарым-қатынасы қандай екені белгілі. Жылу мен су тарифтері қазір шарықтап тұр. Жергілікті билік бұл мәселені шешуге белсенді араласуы қажет. Акиматам даны большие полномочия. Қазір әкімдіктер қолында үлкен билік бар. Министрліктер болса, кәсіпкерлер мәселесін шешуге еш қатыспай отыр. Жергілікті билік мемлекеттен көмек сұрамай, нанын өздері тауып отырған кәсіпкерлерге тосқауыл қоймай, қолдау көрсету керек. Ал өздеріміз естіп отырғандай жағдай қарама-қайшы. Сондықтан біз ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірігіп, кәсіпкерлердің қызметін реттейтін заңнаманы қайта қарастыруымыз керек.